Жалпы адамдардың барлығына дастархан жайып, ас беру күндіз, или ол садақасы болсын, немесе той болсын, бұл шариғатымызда рұқсат емес. Шариғатымызда рұқсат емес, керісінше бұл Құдайға бір соғыс ашу секілді іс-әрекет болып табылады. Неге? Өйткені Алла тағала бүкіл мұсылмандарға ораза тұтыңдар, тамақтан тыйылыңдар десе, бұл адамдарды жинап алып, Құдай, міне сен адамдарға оразадан тыйыл деп жатсаң, мен адамдарға ас беремін, адамдарды тамақтандырамын деген секілді іс-әрекет болып табылады. Егер біреу білмей істеп жатқан болса, онда білгеннен кейін осы істен тыйылуы керек. Егер біліп тұрып істеп жатқан болса, онда оның күнәсі өте ауыр болып табылады. Сол үшін де күндізгі уақытта дастархан жайып адамдарды қонақ етуге болмайды. Тек қана бағанағы сапардан келген адам болатын болса, немесе ауру адам болатын болса, сондай адам үйіне келіп қалатын болса, мысалы оларға сондай бір жасырын түрде жайып беруге рұқсат. Ал жалпылама әшкере етіп жаю негізі дінімізде рұқсат емес. Тіпті ғұламаларымыз айтады, әдеп тұрғысынан әлгі аузы ашық адамдардың өзі аузы берік адамдардың алдында күндіз тамақтанбауы керек дейді. Осы нәрсені бас назарда ұстау керек. Өйткені кейде мысалы Рамазанның ішінде туысқаны қайтып жатса, күндіз адамдарға ас береді. Мен адамдарға не деймін, адамдардан ұят қой деген секілді. Адам бұл жерде негізі Алла не дейді, Алланың разылығы деген секілді ұғымдарды өзінің негізгі мақсат етуі керек. Өйткені әлгі қайтыс болған адамды жарылқайтында, оның күнәсін кешіретінде, оның атынан беріліп жатқан садақаны да асты да қабыл ететін Алла тағала. Ал енді Алла тағаланың бұйрығына қарсы келіп, іс-әрекет жасап, одан сауап аламын деп ойлау, бұл әурегершілік болып табылады. Сол үшін де күндіз жұртқа дастархан жаюдан тыйылу керек.